Күкірт қышқылының көп мөлшері еритін тыңайтқыштар, яғни өсімдіктердің өсуін жылдамдататын заттар өндірісінде қолданылады. Күкірт қышқылының 37% ерітіндісі автокөліктердегі қорғасын аккумуляторларды толтыру үшін қолданылады. Өзінің гигроскопиялық қасиетіне байланысты күкірт қышқылы газдарды құрғату үшін қолданылады. Бірақ ол күкірт қышқылымен әрекеттеспейтін газдар үшін ғана жарамды. Болаттан жасалған заттарды мырыш, қалайы немесе эмальдің қорғаныш қабатымен жаппас бұрын, оны күкірт қышқылына батыру арқылы таттан тазартады. Күкірт қышқылы жуғыш заттар және синтетикалық талшықтар өндірісінде пайдаланылады. Тағам өндірісінде оны өсімдік майларын қайта өңдеуде де қолданады. Күкірт қышқылының тұзы кальций сульфаты қалыптарды дайындауда және сынған қол-аяқ сүйектерін орнықты қимылдамайтын жағдайға келтіру үшін қолданылады. Ол сумен араласқанда бастапқы пішінін сақтай отырып, бірнеше уақыттан кейін қатаятын қою паста түседі. Процесс барысында кальций сульфатының қосылысы дегидратацияға ұшырайды. Күкірт қышқылы негізгі зертханалық реагенттердің бірі. Сонымен қатар, ол шикі мұнайды қайта өңдеуде қолданылатын реагенттердің біріне жатады.